Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да менің тауықтарым. Бүгін қазанның 27-сі. Тауық қорада аздап өзгерістер істедім. В общем, жұмыртқаға кіретін тауықтарды бөліп қойдым ғой. Алла жазса енді осы жерде кішкене ұстап, жұмыртқаға кіргізіп, отдельно тамақтандырамын ғой үшін. Отдельно тамақтандырып, отдельно ұстайтын болам біраз жұмыртқаға кіргенше. И мына жерде кәрі қоразды алып тастадым. Тек мынандай жас қораздарды қалдырдым. Кішкене үйреніп, в общем, өздерінің қораз екенін сезінсін деп, былай айтқанда. Жалпы 50-дің үстінде тауық шықты. Примерно жастары үлкейген бір 5-6 айға таяған. Примерно түрлерін қарап бөліп алдым. Енді осыларды отдельно ұстап, тамақтандырып, в общем, жұмыртқаға дайындаймыз. Бұлардың арасында былтырдан қалған тауықтарым бар, үлкендеу. 2 жылдық қой енді, 2 жылдық. Ең үлкен 3 жылдық. Олардан да қалдырдым. Қатты үлкейіп кеткен тауықтарды ана жақта майда балапаны бар. Үлкен қораздар бар, бәрін ар жаққа отдельно жібердім. Қазір тоже көрсетем. В общем, бізде осындай жаңалық. Алла жазса, комбикорм беріп, витаминдерін беріп, жақсылап жұмыртқаға кіргізетін боламыз. Алла жазса. Алдында біраз тауықтарды сатып жібердім. Бір жерге объявление қойып көргем. Сөйтсем, біраз кісілер хабарласты, бір 10 шақты тауық, 4-5 қораз саттым. Одан кейін сразу тоқтатып тастадым. Өйткені өзіме керек. Сатпайым деп шештім. Бізде Астанада тауықтар, енді молодняк болғасын мен жұмыртқаға кірген жоқ қой. Пародисты, кучинскийларды 5000 теңгеден саттым. Қораздар тоже 5000-нан кетті. Сосын майда балапан қораздар болған, тоже подарки беріп. Өткен өзіме керек емес болды. В общем, семіртіп, сойып жейміз деп алып кетті адамдар. Так, мына жерде бізде бұрынғы ұя осында жұмыртқа туатын. Енді оны үлкейтіп, в общем, мына жерге көптеу жұмыртқа туатын жер жасаймыз да. Скоро мына жерлердің бәрін аккуратно сылап, ішін бәрін ақтап, қысқа дайындайтын болам бір күн. Бұл болсағанда. Пока бізде жаңалық болса, міне, биылғы балапандарынан әп-әдемі үлкен тауық болды. Міне уже мына қораздар крутой уже. Ана үлкен қораз жоқ тесетін. Алар өздерімен өздері емін еркін сезініп жатыр. Менде қыстың күні осындай отдушина істеген мына жерге. Ауа шығып тұратын жер ғой. Мына жерден біреуін істеген, керек кезде ашып аламын деп. Енді ана жерге де осындай есігін істеймін, керек кезде ашып тұратындай. Сосын, в общем, көреміз. Мына жердегі, скорее всего, осы тауықтарды ар жаққа көшіретін шығармын. Мына жаққа, өйткені мына жақ менде кеңдеу кішкене. Кеңдеу болған себептен осы жаққа көшіріп аккуратно істейтін шығармын. Алдында бізде, міне, мынандай балапан тауықтар бар. Кішкентай бұларды қосуға ерте әлі. Сондықтан осында қалдырдым, кішкентайларды. Мына менде кәрі қораз 3 жылдық па, 3 жылдан асты ма даже.
ал соның копиясы балапан. Так, міне мында олар отдельно уже. Так, осы жерде тұрады, скорее всего. Аналар жұмыртқаға кіргізгенше сол жерде ұстаймын. Алар осында болады. Бұларды далаға шығарамын күндіз, аналар шықпайды уже бұдан бастап. Шығаратын шығармын бір мезгіл. Өзім демалған күні солай шығарып ұстайтын шығармын. Жалпы осындай жаңалық бізде. Алла жазса. Мына жақтағы тауықтар немен тамақтандырдым, не бердім бәрін салып отыратын боламын. Жұмыртқаны қалай кіргізгенімді көреміз. Түрлі варианттар бар енді жұмыртқаға дайындаудың. Соның бір тиімді жолын пайдаланып, в общем, процессті бастаймыз ғой жұмыртқаға. Алла жазса. Қараңыздар, мына Кучинский юбилейный деген әтеш. Осындай керемет болып шықты, жап-жас. Мына жерде бізде мыналар, мына тауықтар бізде Барковская, Барбистая деген порода. Осыдан бар, сосын смесь тауықтар бар. Пока бәрі бірге бола береді, өйткені тұқымын алатын кезде мен қорыздардың бәрін ауыстырамын. Оған дейін әлі уақыт бар, сондықтан бәрі бірге тұрады. Мына қоразды тағы жаққа шығарып тастаймын қазір. Видео біткесін. Может, қалдырам ба, көрем. В общем, бір 5-6 қораз қалды ғой. 10 тауыққа примерно сол бір қораздан деп есептеп қалдырдым примерно. Мен де осы қора негізі жылы, ана жаққа қарағанда. Мына жерге де инфракрасный қоям, или жылытатын не қоям. Жылытатын сондай лампочка сияқты бүйтіп бірақ қоятын не бар, сондай қоям. Өйткені тауықтар жұмыртқалау үшін бірінші орында оларға жарық, содан кейін жылу керек. Бұл жерге осы автомат өшетін өзі сағат 10-ға дейін қосылып, релемен тоже свет қоям, скоро, Алла жазса. Онда өшет, в общем, түнгі. Кешкі сол күн батқаннан қараңғы түн 10-11-ге дейін жанып тұратын қып істеп қойғам ғой. Өйткені жарық деген жұмыртқа туу үшін өте қажет нәрсе. Жалпы осы мына жерде міне опилка, опилка деген осылай енді алмаймын. Алмай осылай үстін төсей берем, өйткені қыста жылы болуына, в общем, жақсы болады. Енді былтырда тұрды ғой, былтыр күл төсеген, биыл төсемеймін деп ойлап тұрмын. Сол опилкамен шығаратын шығармын. Жалпы осындай бүгін бөліп тастадым тауықтарды. Сіздермен болған сол кішкентай фермер. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жұмыртқаға қалай дайындау керек екенін ақылдарыңыз болса бөлісе отырыңыздар. Аман сау болыңыздар.